Қайырлы кеш, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Бүгін IELTS тақырыбынан біраз алшақтап, әдеттегі ағылшын тіліне байланысты біраз ақпарат бердім. Бүгінгі сабағымды lesson 86, яғни 86-шы сабақ деп жазыппын, аудармашының жалған достары. Яғни бұл сабақ ложные друзья переводчика деген сөзде. Негізі аударма саласында сондай термин бар, ложные друзья переводчика. Бірақ менің бүгінгі беретін сабағым тек қана болашақ аудармашылар мен қазір аудармашы болып жүрген мамандар үшін ғана емес, сонымен ағылшын тілімен айналысатын, оны оқитын, ағылшын тілі қызықтыратын барлық адамдарға қатысты деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабақтың мағынасы, идеясы не екен, соған қарап көрейік. Кеттік. Бірінші сөйлем. Oh, Sarah, you are such a great artist. Oh, Sarah, you are such a great artist деген сөйлем. Үш түрлі аударма беріліп тұр. Осының қайсысы дұрыс екенін қазір табамыз. Бірінші аударма. Сара, сен керемет әртіссің. Екінші, Сара, сен керемет актрисасың. Үшінші, Сара, сен керемет суретшісің. Осының қайсысы дұрыс аударма деп ойлайсыздар? Яғни, artist сөзінің дұрыс аудармасы Сара, сен керемет суретшісің. Яғни, Sarah, you are such a great artist деген сөзде бізде автоматически басымызда артист деген аударма келеді. Бірақ бұл артист деген сөз емес, бұл суретші деген сөз. Сондықтан да бұл термин аудармашының жалған досы болып есептеледі. Яғни сіз сөзді оқып кеп қалғанда, сразу сіздің миыңызға келген мағына оның аудармасы емес, оның мағынасы басқа деген сөз. Келесі. He was sympathetic to Sarah's back pain. He was sympathetic to Sarah's back pain. Sympathetic деген сөздің аудармасы қайсысы? Бірінші нұсқа. Белі ауырып жатқан Сара оған сүйкімді көрінді. Екінші. Ауырып жатқан Сараға ол сүйкімді көрінді. Үшінші. Ол Сараның белі ауырғанына жанашырлық танытты. Яғни, өздеріңіз сезіп отырғандай, sympathetic деген сөздің аудармасы үшінші нұсқа, жанашырлық танытты. Яғни, sympathetic деген оқып қалғанда басымыздағы келетін ассоциация симпатичный, симпатичный деп айтқым кеп тұрады. Бірақ бұл симпатичный емес, яғни сүйкімді емес, қандай да бір жанға, адамға жанашырлық таныту. Окей? Ары қарай кеттік. When you work at home, your translation is inaccurate. Inaccurate сөзінің дұрыс аудармасын табамыз. Бірінші, сен үйден жұмыс істегенде аудармаңды барлық жерге шашып тастайсың. Екінші, сен үйден жұмыс істегенде аудармаң нақты емес. Үшінші, сен үйден жұмыс істегенде аудармаң аккуратно шығады. Яғни, inaccurate деген сөздің аудармасы қандай? Екіншісі, сен үйден жұмыс істегенде аудармаң нақты емес. Енді inaccurate деген сөзге келсек, бұл сөздің негізгі түрі accurate, in дегенді пока алып тастаңыз, accurate. Accurate деген оқып қалсаң, сразу аккуратный деп аударғың келеді. На самом деле, accurate деген сөз нақты деген сөз. Нақты, accurate information, нақты ақпарат. Accurate data, нақты мәлімет. Оның басына in дегенді қоссақ, ол емес дегенді береді. Яғни нақты емес, inaccurate. Ары қарай кеттік. Specifically, we need to consider the following two methods. Specifically, we need to consider the following two methods. Аудармасы. Біз нақты екі әдісті қарастыруымыз керек. Бірінші, екіншісі. Дәлірек айтсақ, біз төмендегі екі әдісті қарастыруымыз керек. Үшінші, төмендегі екі әдісті біз арнайылап қарастыруымыз керек. Specifically дегеніміз, осы сөзді оқып кеп қалғанда біздің басымыздағы сап ете түскен аударма специальный деп айтқымыз келеді. Бірақ бұл осы сөйлемде дәлірек айтсақ деп аударылады. Specifically, we need to consider the following two methods. Яғни, адам сөйлеп келе жатыр, қандай да баяндармаса, сосын айтады, дәлірек айтсақ, біз төмендегі екі әдісті қарастыруымыз керек дегенде ағылшынша specifically, we need to consider the following two methods деп аударамыз. Келесі. Sarah's activity turned out to be boring for the guests. Activity сөзінің
аудармасын табамыз. Шараның белсенді өткендігі сондай, қонақтар жалықпады. Екінші нұсқа. Сараның белсенділігі төмендеп, қонақтарды жалықтырды. Үшінші нұсқа. Сара өткізген ойын қонақтарды жалықтырды. Яғни өзіңіздің ішіңіз сезіп отырғандай, activity деген сөздің дұрыс аудармасы үшінші жауап. Сара өткізген ойын қонақтарды жалықтырды. Яғни activity деген сөз, осы сөзді оқығанда біздің басымызға сап етіп келе қалған ассоциация активность, активность немесе активный деген сияқты келуі мүмкін. Бірақ ол дұрыс емес. Activity деген емес, қандай да бір іс, әрекет, шара деп аударылады. Окей? Ал мына сөйлемде бұл ойын деп неге аударылып тұр? Себебі нақты қандай да бір шара өткізіліп, сонда Сара қандай да бір ойын өткізуі мүмкін, қандай да бір шара өткізілуі мүмкін, Менің білетінім, өзімнің тәжірибемнен өткенім, ағылшын тілін өз тілі ретінде сөйлейтін адамдар activity дегенде біз қонақтарда әртүрлі ойындар өткіземіз ғой, соны олар activity деп айтады. Окей? Мына екі рет қайталанып кетті. Сонымен бүгінгі аудармашыларға, аудармашы болайын деп жүрген адамдарға және барлық ағылшын тілін қызығып оқитын аудиторияға арналған аудармашының жалған досы деген тақырыбымыз аяқталды. Осындай тест ретінде сізге жазылған сабақ ұнай ма? Ол туралы пікіріңізді комментарийға білдіріп кетіңіз. Әдеттегідей ұнап жаса лайкты аямаңыз. Сонымен қонақ болып жүре бергенше менің тұрақты көрерменім болуды да ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болыңыздар.